Ассалаумағалейкум дүрмелеге сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, видеомды бастамай жатып сіздерден қолдау күтемін. Бүгін бір керемет шығарылым болайын деп тұр. Кристалларға ойыншыға пак ашатын боламыз. Сіздерге видео ұнап жатса лайк басып қолдап жүріңіздер. Олай болса біз көп созбай басайық достар. Достар, сіздерден видеоның сапасы үшін кешірім сұраймын. Бағана түсіріп едім. Что-то качество вообще кетіп қалыпты, өзімде ұқпадым не үшін екен, не байланысты болған білмеймін. Жалпы сіздерден кешірім сұраймын. Қазір 660 кристалға ашып көрейік, кім түседі екен. Ал кетті онда пагымыз. Мынау Тер Штеген ғой деймін, походу. Иә, өкінішке орай достар, Тер Штеген түсті. Өте өкінішті әрине. 660 кристалл далаға кетті десе де болады. Тер Штеген түскенін айтсаңшы. 2000 years later. Достар, мен Тер Штегенді міне Бенземаның орнына қойып қойдым. Бір карьерадан финалдық матч бар екен. Соны ойнап жіберейік. Тер Штегенмен гол соға аламыз екенбіз. Ал олай болса финал. Қандай керемет атмосфера мынау. Ойыншылар алаңға шығып келе жатыр. Тамаша атмосферамен, тамаша көңіл күймен. Ойыншылар матчқа сақадай сай. Марыш жүр мына жерде. Біздің құрам және қарсыластың құрамы. Африканецтерға қарсы матч басталды достар. Бұл жерде Асенсиомен кетіп баратырмыз. Ереже бұзылды. Голым біт. Соған сарғағаз көрсетті. Салах. Бұл жерде Александр Арнольд топтан айырылып болып жатыр. Так. Арнольд, Тер Штеген. Блин. Өкінішті әрине бір. Тым болмаса қақпашыдан басқа ойыншы түссе өте жақсы болар еді. Хоть 69 рейтинг болса да. Енді Тер Штеген түскені өте өкінішті болды. Егер осындай видео күтсеңіздер, ұнап жатса комментарийға жазып қолдап жүріңіздер. Біз келесі шығарылым міндетті түрде шығаратын боламыз, қолдау жақсы болса. Ал мына жерде Тер Штеген доппен Асенсиоға пас. Асенсио жылдамдығы өте жақсы. Әулет асырған пас. Бұл жерде соққы, бірақ қақпашы қайтарды бұл соққыны. Пас береміз. Винисиус, Салах. Скидка жасайын дегем. Болмай қалды. Бұл жерде кросс. Тер Штеген. Блин. Тер Штеген енді қақпашы түсінікті, ол шабуылға мүлде мекемі жоқ. Жалпы Тер Штегенге ойнауға тырысып жатыр. Тер Штеген тағы да айырылып жатыр. Бір гол соғып кетсем жақсы болар еді әрине. Бұл жерде Тер Штеген топпен Винисиусқа пас. Винисиустың жылдамдығы өте жақсы. Шыр айналдырып жүр допты. Асенсиоға тамаша пас берді. Асенсио енді қалдырған. Бұл жерде Модрич екен. Бірақ теуіккізбеді. Бұл жерден тағы да кросс. Топ өспей жатыр. Асимхен қарымта шабуылға шығып бара жатқан, бірақ топтан айырылып болды. Тер Штеген жылдамдығы жоқ әрине. Жете алмайды. Жоқ, тартып алды. Соққы жасады, бірақ угловой. Бұрыштама добы. Бұл жерден бұрыштаманы бізде Салах көтереді. Скидка жасадық және соққы гол, бірақ бұл Винисиус Джуниор әрине. Реакция жоқ. Тер Штеген салса керемет реакция болар еді. Осымен біздің бірінші таймымызда мәресіне жетіп қалған екен. Төреші қосымша 1 минут қосыпты. Қарсылас соңғы шабуылына шығып бара жатыр. Бұл жақтан өтіп кетті достар. Қапталға Салахқа берді. Оң жақ қаптал. Салахтың пасын Асимхен қабылдай алмады. Бұл жерде не істеп жүрген өздері ұқпады ғой деймін, боттар. Алисын алда қарай теуіп жүреміз. Осымен достар бірінші таймымыз аяқталды біздің. Екінші тайм басталды достар. Допты ойынға қостық. Асенсио доптан айырылып қалды. Кейта жаңа шабуыл бастамақшы. Хакими қапталмен шабуыл бастады.
Маныге пас, Маны артқа қарай пас берді. Жүйелі шабуыл жасауға тырысып жатыр. Ндиди деген ойыншы. Маныге пас, бірақ біз допты тартып алдық. Бұл жақтан шабуылға кеттік. Винисиус жылдамдығы өте тамаша. Тер Штегенді іздеп таба алмай жатырмын достар. Қай жаққа кетіп қалған? Мына жаққа береміз, Салахқа, бірақ жоқ. Тер Штеген таппадым. Қай жақта қалып қойған? Міне жүгіріп жүр ғой. Так, бұл жерде Маны шабуылға шығып келе жатыр. Модрич. Так, Тер Штеген соққы. Қақпадан биік. Өкінішті әрине. Эдуард Менди әуелет асырған пас. Аутқа кетті. Заменаға Мбаппе мен Мессиді шығарайық. Қос қапталдан шабуыл жасап, Тер Штегенге пас асыратын ойыншылар. Бұл жерде Модрич, Мбаппе жылдамдығы тамаша деп мақтаған қыз тойды осырат деп ойнай алмай қалды Мбаппе. Бұл жерде жете алмады. Өкінішке орай. Жалпы ойын жүрмей жатыр. Боттарды жеңе алмай жатырмын. Білмеймін неге екенін. Үйреніспегеннен кейін ба бұл аккаунтқа. Так. Бұл жақта Саллах қарымта шабуылға шығып бара жатқан еді. Осимхен тартып алып үлгердік әйтеуір. Әупірімдеп жүріп, сүрініп жығылып жүріп әрең тартып алдық. Бұл жерде Мбаппе. Енді Тер Штегенге пас асыру керек қой бізге. Навес және Тер Штеген соққы. Қалай биік кетеді? Білмеймін мен қалай биік кетіп қалатын. Жай ғана басы салған едім, бірақ биік кетіп қалды. Икемі жоқ екен көрініп тұр шабуылшы. Мүлдем икемі жоқ. Бұл жерде Ндиди шабуылға бастап келе жатыр. Гол жіберіп алмау керек бізге. Тамаша. Месси. Соңғы шабуылды бастаймыз ба? Ай-ай. Бұл жерде енді награда алғандарын да көре алмадық достар. Бүгіндікке осы достар. Каналға тіркеліп, лайк басып достарыңызға таратып жіберіңіздер. Бұндай видеолар ұнаса жаза кетіңіздер. Екінші шығарылымын міндетті түрде шығаратын боламыз. Олай болса келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар достар.